сапарға шыққанда бір қызық жайтқа куә боласың. Және сол көптің бір ерекше тұстары сенің салаңа жақын болған кезде байқалады. Оның бірі мынау вагондардағы радио қабылдағыштар. Әр купеге бұрып апарып, оның дауысын ұлғайтып, немесе бәсеңдетуге болатын тетіктер ғой. Осыдан шығады, жалпы өткен ғасырдың 80 жылы, жаңа ғасырдың алғашқы 10 жылы жолаушының, сапарға шыққан жанның серігі бұл радио болатын. Әсіресе қазақ елінде қазақ радиосы. Қазақ радиосының таралу ауқымы ел көлемінде 98-100%-ға жуық, 95-тен жоғары деген сынды сандарды сөйлетеді. Ал енді осы қазақ радиосына жастар қалай келу керек, қалай тыңдармандар, жас тыңдармандар үйірі болу керек деген дүние бұл тарихын айтқаннан ақ түсінікті болуы керек сияқты. Себебі қазақ радиосы келер жылы 2021 жылы өзінің ғасырлық мерейтойын атап өтеді. Яғни ғасыр құрдасы қазақ радиосы. 1921 жылы 1 қазанда Байтұрсынұлының батасымен эфирге шығады, Орынборда. Енді ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы. Бұл жоғалған 10 жыл болады. Қазақ радиосы өзінің 70 жылдығын атап өтіп жатқанда, ғалым, ұлағатты ұстаз, ардагер, журналист Намазалы Омашев атамыз осы елеусіз, ескерусіз қалған 10 жылды тауып береді. Енді тарих қойнауынан аршып алады, құжаттарға үңіледі, барлығын табады. Міне содан бастап ұмытылған осы қазақтың тарихына қазына болып біткен 10 жыл қайта қосылды. Сондықтан қазақ радиосын тыңдау, мен қазақпын деген, қазақ елінің азаматымын деген, отаншылмын, ұлтшылмын деген әрбір адамның жұмысындай болу керек сияқты. Себебі сол жердегі қазақ радиосы деген атаудың өзі қазақ елінде бұдан өзге балама жоқ дегенді баяндап тұрған жайт. Енді атау. Сондықтан жастар, менің құрдастарым, қазақ радиосын бірге тыңдайық. Және қазақ радиосының әрбіріміз өзін қызметкеріндей сезінетін күндерге жетейік.